айналадағы барлық дыбысты басып тастады. Қолы матаға, содан кейін жұмсақ және қозғалмайтын нәрсеге тигенде, ол 1 секундқа тоқтап қалды. Содан кейін көргенін ойламай, қызбалықпен, үмітсіздікпен жалғастырды. Фонарь сәулесіндегі бозарған бет, жұмылған көздер, шаштарында, ерінде топырақ. Ол дірілдеген қолын оның аузына жақындатты және әлсіз, әрең сезілетін тынысты сезді. Ол тірі. Құдайым-ау, ол әлі тірі. Дәл осы сәтте ол түсінді. Оның тыныш, болжамды өмірі енді ғана аяқталды, өйткені түн ортасында орманда көміліп жатқан адамды жай ғана өлтіруге тырысқан жоқ, және оны қазып алғандарды да кешірмейді. Бастамас бұрын, дәстүр бойынша қай қаладан екеніңізді жазыңыз. Арнаға жазылыңыздар, лайк басып, соңына дейін қараңыздар. Біз бастаймыз. Ескі ағаш төсек Айдана ұйықтауға тырысып, екінші жағына аунағанда сықырлады. Көрші бөлмеде 4 жасар Сәния ұйықтап жатты, ал терезе сыртында жел ағаш басында шулады. Бұл кіші Лопан ауылындағы кәдімгі түнел. 120 тұрғын, бір дүкен және кейде тыныштандыратын, кейде иыққа салмақ түсіретін шексіз тыныштық. Айдана көзін жұмды. Ертең қайтадан амбулаторияға жұмысқа, қарттардың қан қысымын өлшеуге және барлық ауруға дәрі-дәрмек болмайтынын түсіндіруге барады. 32 жаста медбике, жалғыз басты ана. Оның бүкіл өмір баяны осы. 3 жыл бұрын күйеуі сүйіктісіне кетіп қалды, артына қарамастан. Айдана балалық шағы өткен ауылдың шетіндегі ата-анасының үйіне оралды. Ата-анасы 6 жыл бұрын қайтыс болды, үй оған қалды. Ақша әрқашан жетіспейтін. Ауылдағы медбикенің жалақысы күлкілі сан, бірақ Айдана әр тиынды үнемдеуді үйренді. Сәнияның көйлектерін жамады, бақшада көкөніс өсірді, ең қажеттісін ғана сатып алды. Намысы шағымдануға жол бермеді. Ол әрқашан өзі күресті, әрқашан. Кенеттен тыныштықты қатты дыбыс бұзды. Айдана төсектен атып тұрды, жүрегі дірілдеді. Бұл мың дыбыстан танитын атыс дыбысы еді. Күңгірт, ауыр, петарданың жарылысына немесе есіктің жабылуына мүлде ұқсамайтын. 1 секундтан кейін орманнан айқай естілді, ер адамның ауырсынуымен үрейге толы. Содан кейін тыныштық, атыс дыбысынан да қорқынышты. Айдана терезеге ұмтылды, пердені сыпырып тастады. Қараңғыда фардың жарығы жылтырады. Қара джип орманнан аңшыдан қашқан аң сияқты атып шықты және қалаға қарай топырақ жолмен зымырап кетті, шаң бұлтын көтеріп. Артқы шамдары қызыл болып жыпылықтап, түнде жоғалып кетті. Ол терезе алдында дірілдеп тұрды. Полицияға қоңырау шалу керек, атыс естігенін айту керек, бірақ ол не айтады? Орманның бір жерінде біреуді. Олар қаладан келгенше 1 сағат, мүмкін 2 сағат өтеді. Ал егер қазір біреуге өте ауыр болса ше? Айдана балалар бөлмесіне қарады. Сәния плюш қоянды құшақтап ұйықтап жатты. Сары бұйра шаштары жастыққа шашылған. Қыз тіпті оянған жоқ. Біреуге ауыр тиді деп сыбырлады. Айдана және түнгі жейдесінің үстінен күртешені киіп, ескі тумбочкадан фонарь алды. Орман оны қараңғылықпен және тыныштықпен қарсы алды. Желде басылғандай болған оқиғадан қорыққандай. Айдана айқай естілген жерге қарай жүрді, фонармен аяқ астын жарықтандырып. Құрғақ бұтақтар сықырлады, алыста бір жерде үк ұлыды. Оның қолдары дірілдеді, бірақ ол алға жүрді. Медбике көмекке мұқтаж адамның жанынан өте алмайды, тіпті қорқынышты болса да, әсіресе қорқынышты болса. Фонарь сәулесі қараңғыдан жаңа қазылған топырақты көрсетті. Біреу қазып қайтадан көмгендей кішкентай үйінді. Айдана жақындады, тізерлеп отырды. Жер борпылдақ, жылы, ылғалдылықпен тағы бір нәрсенің металл, мазасыз, қанның иісі шықты. Іші суып кетті. Ол тізесіне отырып қолымен топырақты қаза бастады. Алдымен баяу, абайлап, содан кейін тезірек. Топырақ қабатының астынан мата көрінді. Қара, қымбат, ауылдық емес пиджак, иық. Құдайым-ау деп сыбырлады Айдана және қызбалықпен қаза бастады. Саусақтары бетке тиді. Бозарған топырақта бірақ жылы. Ол қолын оның ерніне жақындатты. Әлсіз, үзік тыныс. Ол тірі. Айдана оны толығымен қазып алып, таяз шұңқырдан әрең шығарды. Ер адам ұзын, ауыр, жылдық жалақысынан да қымбат костюм киген.
Пиджактың сол иығы қанға малынған. Ол дірілдеген саусақтарымен түймелерін ағытты. Оқ өткен жер. Жақсы, артерияға тимеген, әйтпесе ол қазір тыныс алмас еді. Ер адам ыңырсыды, көзін ашты. Сұр, ауырсынудан бұлдыр. Ол Айданаға қарады, ерні бірдеңе айтуға тырысып қозғалды. Тыныш, сөйлемеңіз деп сыбырлады ол, жараны таңу үшін жейдесінің жеңін жыртып. Қазір. Бірақ ол оның білегінен ұстады, өліп бара жатқан адамға тән емес күшпен. Сіздің ауылыңыздағылардың бәрі деп қарлықты ол, оның көзіне тура қарап. Жақында өлуі мүмкін. Айдана қатып қалды. Оның сөздері түнгі ауада ілулі тұрды, қорқынышты әрі түсініксіз. Не айтып тұр? Қандай ауыл? Оның ауылы кіші Лопан. Не істедіңіз? Деп бастады ол, бірақ ер адам қайтадан есінен танып қалды. Басы әлсіз артқа кетті. Ол дереу жараланған иығына импровизацияланған таңғышты тартты, қанды тоқтатты. Тамыр соғуы әлсіз, бірақ бар. Оны дереу үйге сүйреу керек. Түсініктемелер кейін. Айдана ер адамды әрең көтеріп иығына салды. Ол ауыр, қап сияқты ауыр еді, бірақ ол шыдады. Бір аяқ, екінші аяқ, қадам. Фонар шынтағында салбырап, жолды үзік-үзік жарықтандырды. Аяқтары дірілдеді, арқасы ауырды, бірақ ол жүрді. Үй өте жақын, тағы біраз. Айдана оны үйге сүйреп әкелгенде, Сәния балалар бөлмесінің есігінде тұрды, қолында плюш қоянды қысып. Үлкен көгілдір көздері қорқынышпен, қызығушылықпен бірге қарады. «Мама, бұл кім?» деп сұрады қыз жаймен. Ұйықта, күн деп демін шығарды Айдана, ер адамды ескі диванға жатқызып. Бұл ағайға көмек керек. Бәрі жақсы. Ал неге ол кір, қызыл? Сәния бір қадам алға жылжыды. Ол қатты құлады. Айдана ер адамның пиджагын шешіп алды, жейдесін кесті. Есікті жапшы, Сәния, өтінемін. Сәния бағынышты түрде жатын бөлмеге қайта оралды, бірақ есікті жаппады. Саңлаудан анасының бөлмеде жылдам қозғалғанын, шкафтан бинттер, спирт, қандайда бір құтыларды алғанын бақылады. Айдана жараны өңдеді. Оқ сол иықтың жұмсақ тіндері арқылы өтіп, сүйекке тимегеніне сәттілік. Жолы болды, бірақ ол көп қан жоғалтты, шок жағдайында. Ол стерилді таңғышты қойды, оны көрпемен жапты. Таңертең амбулаториядан физраствор әкелгенде тамшылатқыш қояды. Ер адам ес-түссіз жатты, беті бозарған дерлік сұр. Айдана әкесін еске түсіретін тозған креслоға отырды. Қолдары шаршағаннан емес, не істегенін түсінгеннен дірілдеді. Ол біреу өлтіруге тырысқан, тірідей көмуге тырысқан адамды құтқарды. Қара джиптегі адамдар оны өлді деп ойлады, ал енді ол оның үйінде, оның диванында қансырап жатыр. Және сол сөздер. Сіздің ауылыңыздағылардың бәрі жақында өлуі мүмкін. Айдана ұйықтап жатқан Сәнияға, содан кейін бейтаныс адамға қарады. Терезе сыртында таң ата бастады. Бір жерде бірінші әтеш шақырып, жаңа күнді хабарлады. Ол бұл адамның кім екенін және не істегенін білмеді, бірақ бір нәрсені анық білді. Ол өзін өте қауіпті нәрсеге араластырды. Таңғы күн ескі перделер арқылы өтті, ал дивандағы ер адам ыңырсыды, көзін ашты. Ұйықтамаған, креслода қалғып кеткен Айдана бірден оянды. Ол төбеге бұлдыр көзбен қарады, қайда екенін және сол иығы неге өртеніп тұрғанын түсінуге тырысты. Тұрмаңыз, деді ол жаймен, алға ұмтылып. Сіз көп қан жоғалттыңыз. Ол басын оның жағына тез бұрды, қозғалыс тым жылдам болды. Беті ауырсынудан бұрмаланды, бірақ ол көзін аудармады. Сұр көздері, әлсіздікке арамастан, мұқият және сақ қарады. Мен қайдамын? Деп қарлықты ол, шынтағына сүйеніп тұруға тырысып. Менің үйімде. Айдана тұрды, жақындады, аунап кеткен көрпені түзеді. Мен сізді өткен түнде орманда қазып алдым. Ол бір секундқа қатып қалды. Көзінде бірдеңе жылт етті. Естелік, үрей, түсінік, содан кейін қорқыныш, таза және өткір. Сіз қазып алдыңыз ба? Ол оның қолын сау қолымен ұстады, саусақтары қатты қысылды. Тыңдаңыз, сіз дереу, ешкімге мен туралы айтпауыңыз керек. Ешкімге, түсінесіз бе?
Сізде оқ жарақаты бар деп жауап берді Айдана сабырлы, қолын босатуға тырыспады. Сіз көп қан жоғалттыңыз, сізге тыныштық керек. Сіз түсінбейсіз. Ол отыруға тырысты, бірақ күші орта жолда тастап кетті, және ол ауыр дем алып, жастыққа қайта құлады. Мұны билік басындағы адамдар істеді. Егер олар менің тірі екенімді білсе, егер сіздің маған көмектескеніңізді білсе, олар сізге және сіздің қызыңызға келеді. Айдана балалар бөлмесіне, ашық есіктің артында жастықтағы сары бұйра шашты көрді. Сәния әлі ұйықтап жатты, қоянды құшақтап. Содан кейін Айдана қайтадан ер адамға қарады. Онда ешкім білмейді деді ол жай ғана. Жай жатыңыз. Мен жұмысқа барып, ауырып қалдым деп айтамын, емдеуге қажеттінің бәрін аламын. Ол оған алғаш рет көргендей қарады. Ерінің бұрышында әлсіз, сенімсіз күлкі пайда болды. Сіз жергілікті амбулаториядағы медбикесіз бе? Айдана қолын оның әлсіреген ұстауынан босатты. Жартыңыз және тұрмаңыз, әйтпесе қан кету қайда ашылады. Ол тұрды, түнде шашылған шашын түзеді және есікке қарай беттеді. Бірақ оның дауысы оны тоқтатты. Атыңыз кім? Ол бұрылды. Ол диваннан қарап тұрды, бозарған, әлсіз, бірақ неге екені белгісіз өте байсалды. Оның аты маңызды нәрсе сияқты. Айдана деп жауап берді ол. Ал сіздікі? Ол бір секунд үнсіз қалды, шындықты айту керек пе деп ойлағандай. Рахымжан. Рахымжан Мырзаұлы. Айдана оның бетіне мұқият қарады. Енді таңғы жарықта, топырақпен қансыз, ол оны таныды. Әрине ол. Қаладан ауылға баратын бүкіл жолда оның жарнамалық қалқандары тұрды. Ірі әріптермен. Давлатов топ болашақты құрамыз. Оның беті сенімді және табысты. Мұнда үлкен қала сыртындағы кешен салуды жоспарлаған құрылысшы. Мен сіздің кім екеніңізді білемін деді ол жаймен. Сіз мұнда өз кешеніңізді салғыңыз келді. Қаладым деп ашы жымиды Рахымжан көзін жұмып. Енді күмәнді. Айдананың артында кішкентай аяқтардың сыбдыры естілді. Сәния жатын бөлмеден шығып, қоянды сүйреп, дивандағы бөгде ағайға қарап тоқтап қалды. Мама, ол әлі ауырып жатыр ма? Деп сұрады ол бүкіл бөлмеге естілетін қатты сыбырмен. Иә, күн. Айдана қызының қасына отырды, пижамасын түзеді. Ол қатты ауырып жатыр. Біз оған көмектесуіміз керек. Жақсы ма? Бірақ ешкімге ағайдың бізде тұратынын айтуға болмайды. Бұл құпия, түсіндің бе? Сәния басын изеді, қоянды кеудесіне қысып. Мен айтпаймын деп сыбырлады ол және Рахымжанға қарап, сәл қаттырақ қосты. Ал сенің атың кім? Рахымжан деп жауап берді ол, оның даусында осы таңда алғаш рет жылылық пайда болды. Ал мен Сәниямын. Мен 4 жастамын. Ал сен? Сәния жеткілікті деп Айдана жұмсақ тоқтатты. Рахымжан ағай шаршады. Бар, таңғы ас іш, ал мен тез ораламын. Айдана тез киініп үйден шықты. Амбулатория ауыл орталығында кеңес замандарын еске түсіретін ескі ағаш ғимаратта орналасқан. Басшы Марина Петровна оны есік алдында қалтасында термометрмен, ақ халатпен қарсы алды. Айдана неге сонша ерте? Таң қалды ол. Аусым тек 9-да ғой. Марина Петровна, мен өзімді жақсы сезінбеймін. Айдана ұйқысыз түннен кейін қиын емес, шаршауды бейнелеп, самайын сипады. Суық тиген сияқтымын. Бүгін үйде отыруға бола ма? Марина Петровна күдіктеніп көзін қысты. Айдана ешқашан ауырмайтын, тіпті ыстығы көтерілгенде де жұмыс істейтін, бірақ басын изеді. Жарайды. Тек дәріханадан өзіңе бірдеңе ал да демал. Айдана тез арада қажеттінің бәрін жинады. Физраствор, антибиотиктер, стерилді бинттер, ауырсынуды басатын дәрілер. Бәрін үлкен сөмкеге жасырып, ешкіммен көз түйістірмеуге тырысып, шығып кетті. Үйге оралғанда Сәния диванның шетінде Рахымжанның қасында отырып, оған суреттерін көрсетіп жатты. Міне, қара, бұл мама деп түсіндірді ол, қарындашпен шимайған нұсқап. Ал бұл мен. Ал бұл біздің үйіміз. Ал бұл қасқырлар тұратын орман. Рахымжан балалардың суреттеріне маңызды бизнес құжаттарды зерттеп отырғандай қарады. Айдана сөмкені үстелге қойып, жымиды.
Сәния, Рахымжан ағайға тиіспе, деді ол. Ол жатуы керек. Ештеңе етпейді деп жаймен жауап берді Рахымжан суреттен көзін алмай. Ол жақсы салады. Сәния жарқырап дереу жаңа альбоммен диванға шықты. Айдана емдеуді бастады. Физраствармен тамшылатқыш қойды, антибиотиктер берді, таңғышты ауыстырды. Жара таза болды, шеттері тартыла бастады. Оқтың өтіп кетіп, маңызды ештеңеге тимегеніне сәттілік. Рахымжан үнсіз қалды, тек иығын өңдегенде ауырсынудан шымырылды. Сізге жолы болды, деді Айдана жаңа таңғышты қойып. Тағы аздап жылжыса, өкпеге тиер еді. Жолы болды деп қайталады Рахымжан төбеге қарап. Иә, жолы болды. Кешкі уақытқа қарай ол қайтадан ұйықтап кетті. Ағзасы қалпына келу үшін демалуды талап етті. Сәния қасында еденге қарындаштарымен орналасып, жаңа нәрселер салып жатты. Ұйықтап жатқан ағайға мезгіл-мезгіл қарап қойды. Айдана кіреберіске шықты. Күн орманның артына батып, аспанды қызыл-сары түстермен бояды. Ол әкесі бір кездері жасаған ескі орындыққа отырып, тізесін құшақтады. Не істеді ол? Үйінде билік басындағы адамдар іздеп жүрген жаралы адам ұйықтап жатыр. Ауылдың бәрі өлуі мүмкін деген адам. Ол бұл сөздердің нені білдіретінін білмейді, бірақ қорқынышты сөздер басынан кетпейді. Айдана 3 жыл бұрын күйеуінің заттарын жинағанын еске алды. Сабырлы әдістемелік түрде жейделерін чемоданға салды. Ол жатын бөлменің есігінде тұрды және қарады. Жыламады, айқайламады, қалуын өтінбеді, жай ғана қарады. Ол жас, деді ол сол кезде, Айданаға қарамай. Және ол соншалықты шаршаған емес. Шаршаған. Ол оны шаршаған деп атады. 29 жаста бір жасар бала қолында ол шаршаған еді және ол шаршамаған адамға кетіп қалды. Күйеуі кеткеннен кейін Айдана жалғыз күресуді үйренді. Ол әрқашан басқаларды құтқарды. Жұмыста, үйде, барлық жерде, тіпті өзін құтқара алмаса да. Міне енді ол өзіне қиындық немесе өлім әкелуі мүмкін адамды құтқарды. Айдана күн батысқа қарады. Қызыл күн ағаш ұштарының артына баяу жоғалып бара жатты. Ол оны нығайғанша жасырады. Содан кейін ол кетеді, өз әлеміне, өз өміріне оралады. Ал ол мұнда қалады, өз ауылында, өз қызымен, өз шаршаушылығымен. Бірақ қазір оған көмек керек, және ол көмектеседі, өйткені ол солай жаратылған. Қасықтың шетіне соғылған дыбысы естілді, Рахымжан табақты артқа қойғанда. Сол түннен бері 4 күн өтті, және ол алғаш рет Айдананың көмегінсіз, өзі үстел басына отыра алды. Сол иығы әлі ауырды, бірақ ауырсыну бәсеңдеді, шыдамды болды. Ол сау қолымен орындықтың арқалығын ұстап, баяу түзу отырды. Сізге әлі тұруға ерте, деді Айдана қолын сүлгімен сүртіп. Мен ойлануым керек. Ол қырқпаған бетін сипады. Әрі қарай не істеу керектігін түсінуім керек. Айдана оның алдына сорпа салынған табақты қойды. Қарапайым ауыл сорпасы, картоп және сәбізбен, бірақ иісі сондай, Рахымжанның іші күтпеген жерден гүрілдеді. Алдымен жеңіз, деді ол. Аш қарынға ойлау пайдасыз. Ол қасықты алды, дәмін татып көрді. Ыстық, қанық, шынайы. Ол үйренген қымбат мейрамханалардың талғампаз тағамдарына ұқсамайды. Дәмдіді, деді ол, оның даусында таңдан естілді. Қарапайым ауыл сорпасы, деп Айдана иығын қиқан етті қарсы отырып. Ерекше ештеңе жоқ. Француз тіліндегі мәзірде 1 ай бойы тамақтанған адам үшін бұл өте дәмді. Ол табақтың үстінен оған қарады. Барлығы үшін рахмет, Айдана. Айдана жауап бермей, басын изеді. Сәния дереу Рахымжанның қасында пайда болды, қолында осы күндері әбден тозған альбом. Рахымжан ағай, қара, мен не салдым, деп ол рұқсат сұрамай тізесіне шықты. Бұл сенің қолың ауырып тұрған жерің, мен қызылмен салдым. Рахымжан күтпеген жерден тізесіндегі 4 жасар бала оны таң қалдырды, және сәл қорқытты. Бірақ қыз ыңғайлы орналасып, альбомды ашты және әр суретке түсініктеме бере бастады. Бұл мама, ол мейірімді. Ал бұл мен қоямен. Ал бұл біздің үйіміз. Ал бұл. Сәния, Рахымжан ағайға тиіспе, деп бастады Айдана, бірақ Рахымжан басын шайқады. Ештеңе етпейді. Ол қызды сау қолымен абайлап ұстады, құлап кетпеу үшін.
Сен шынымен жақсы саласың. Сәния осы 4 күнде оған толығымен үйренісіп кетті. Ол үнемі қасында жүрді, мың сұрақ қойды, суреттерін көрсетті, ойыншықтарын тасыды. Рахымжан балаларға үйренбеген, оның өмірінде олар болған жоқ, бірақ ол сыпайы болуға тырысты. Сұрақтарға жауап берді, суреттерді қарады, тіпті бір рет текшелерден мұнара салуға көмектесті, бірақ оны соншалықты ыңғайсыз жасады. Сәния күлді. Кешке, Сәния ақыры ұйықтап қалғанда, Айдана мен Рахымжан ас үйде екеуі қалды. Керосин лампасы үстелде жай ғана сылдады. Ауылда электр жарығы жиі сөніп қалатын. Терезе сыртында жел шулап, құлаған жапырақтарды аула бойы қуды. Сіз әлі айтқан жоқсыз, деді Айдана жаймен, ескі кеселерге шай құйып. Сол түнде не болды? Рахымжан терезе сыртындағы қараңғылыққа қарап, ұзақ үнсіз қалды. Содан кейін оған бұрылды. Біз кешен салуды жоспарладық деп бастады ол, кесені алақанымен ұстап. Мен және менің серіктесім Валентин. Қала адамдар үшін үлкен қала сыртындағы кешен, отбасылық демалыс орны. Жер телімдерін іздегенде орманда тамаша орын таптық. Бірақ ол жерде үлкен шымтезек кен орны бар болып шықты. Содан кейін не? Айдана көзін алмай шайдан ұрттады. Оны барлық ережелер бойынша алып тастау керек болды. Бұл ұзақ және қымбат. Бірақ біздің серіктестеріміздің арасында ықпалды адамдар болды. Ол кесені қаттырақ қысты. Олар оңай шешім ұсынды. Орман өртін ұйымдастыру. Шымтезек, ағаштар, барлық тірі нәрселерді тозаққа жағып жіберу. Ыстықпен біреудің абайсыздығына сүйеніп, содан кейін күлдің үстіне салу. Айдана шай ішуді тоқтатты. Орманды өртеп жіберу ме? Деп сұрады ол жаймен. Иә. Ол оның көзіне қарады. Шымтезек, ағаштарды, жануарларды бәрін. Содан кейін бұл жазатайым оқиға деп мәлімдеу. Мен бас тарттым. Валентин де қарсы болды, бірақ қалғандарына бәрібір болды. Пайда маңыздырақ. Сондықтан олар мені құтқарғысы келді. Айдана кесені үстелге қойды, қолдары сәл дірілдеді. Қала сыртындағы қымбат мейрамханада кездесуге шақырды. Әдепті, мәдениетті, іскер адамдар сияқты. Мен түпкілікті жоқ дедім. Олар басын изеді, жымиды, достықпен қоштасты. Рахымжан дауысы бір қалыпты сөйледі, бірақ саусақтары кеседегі кернеуден ағарды. Мен жай ғана тарасамыз, олар басқа жоба табат деп ойладым. Мен машинаға қарай бардым, және басымнан қатты, ауыр соққы алдым. Орманға келгенде ояндым. Ол үнсіз қалды. Шамдағы білте сықырлады. Олардың бірі шұңқыр қазып жатты деп жалғастырды. Рахымжан тыныш. Қалғандары қасына тұрып, қаншалықты терең көму керектігін талқылады. Ағаш отырғызғандай, сабырлы, қарапайым. Бастысы маған жақындады, тізерлеп отырды, көзіме қарады да. Сенің серіктесің Валентин келісті, деді. Ол сенен ақылдырақ. Біз бәрін сенсіз де жасай аламыз. Ол дауысы дірілдеді. Содан кейін пистолетті шығарды да атты. Мен құладым. Иығымдағы ауырсыну есімде, олардың мені топырақпен көме бастағаны есімде. Мен де өлдім деп ойладым. Бірақ сіз аман қалдыңыз, деп сыбырлады Айдана. Оқ өтіп кетті. Мен ауырсынудан есімнен танып қалдым. Есімді жиғанда сіз мені қазып жаттыңыз. Ол оған қарады. Егер сіз болмасаңыз, Айдана. Айдана орнынан тұрды, ас үйді айналып өтті. Ескі тақтайшалар оның аяғының астында сықырлады. Ол терезеге тоқтап, қараңғылыққа қарады. Ол кім болды? Деп сұрады ол бұрылмай. Бастысы кім? Рахымжан ұзақ үнсіз қалды. Сізге білмеген дұрыс, деді ол ақыры. Сіз неғұрлым аз білсеңіз, соғұрлым қауіпсіз. Маған қазірдің өзінде қауіпті емес. Айдана кенеттен бұрылды. Мен сізді құтқардым. Мен сізді үйімде жасырып отырмын. Егер олар білсе, маған және менің қызыма келеді. Сондықтан айтыңыз. Олардың көзқарастары керосин лампасының жарығында түйісті. Айдананың беті қатал, шешімді көрінді. Рахымжан түсінді. Ол дұрыс. Ол қазірдің өзінде араласқан кері жол жоқ. Олег Сиров, деді ол жаймен.
Жергілікті полиция бастығы. Оның облыстық басқармаға дейін байланыстары бар. Бұл бәрін ұйымдастырған ол. Атқан да сол. Айдана бозарып кетті. Ол шайқалмау үшін орындықтың арқалығын ұстады. Полиция бастығы, деп сұрады ол қарлыққан дауыспен. Иә. Рахымжан басын изеді. Енді сіз түсінесіз бе, неге мен жай ғана бөлімшеге келіп, шағымдана алмадым? Неге сол түнде үйден полиция шақыра алмадым? Айдана баяу орындыққа отырды, қолдары дірілдеді. Полиция бастығы адамдарды қорғауы керек адам. Билік басындағы адам, қару бар, қол астындағылары бар адам. Адамдарды атып тірідей көметін адам. Міне, сондықтан сіз бүкіл ауыл өлуі мүмкін дедіңіз деп сыбырлады ол. Егер олар өрт ұйымдастырса. Шымтезек ұзақ жанады. От бірнеше сағат ішінде осында жетуі мүмкін. Жел түтін мен отты тікелей ауылға келеді. Рахымжан жұдырығын түйді. Олар ескерту жасамайды. Жай ғана өртейді де кетіп қалады. Содан кейін бұл жазатайым оқиға болды дейді. Тыныштық ауыр және қорқынышты болды. Терезе сыртында үкі олыды. Лампа жай ғана сықырлады. Айдана мен Рахымжан бір-біріне қарады, екеуі де бір нәрсені түсінді. Кері жол кесілген. Олар енді осы құпиямен, осы қауіппен байланысты. Ол оны құтқарды, ол оған шындықты айтты, және енді олардың екеуі де нысана. Не істейміз? Деп сұрады Айдана. Рахымжан таңылған қолына, содан кейін оған қарады. Білмеймін деп шынын айтты. Бірақ бірдеңе ойлап табамыз. Ойлап табуымыз керек. Егер сізге бұл оқиға жақын болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Осылайша сіз арнаның өсуіне және осы сияқты көптеген оқиғаларды айтуына көмектесесіз. Балға шегеге тиіп, бір жыл бойы бір топсада ілулі тұрған қақпақ ақыры түзу тұрды. Рахымжан бір қадам артқа шегінді, жұмысын бағалады. Сол иығы кенеттен қозғалғанда әлі ауырды, бірақ ол қозғала алады, жұмыс істей алады. Сол түннен бері 2 апта өтті, және ол өзін дерлік сау сезінді. Дайын деді ол, қақпақты итеріп. Ол сықырламай, бағынышты түрде ашылып жабылды. Уау! Сәния қасында қуаныштан секірді. Рахымжан ағай, сен сиқыршысың. Мама бір жыл бойы жөндеу керек деді, бірақ жөндемеді. Сәния! Деп Айдананың дауысы үйден естілді. Бірақ бұл шындық қой деп қыз басылмады, Рахымжанның қолын ұстап. Жүр, тағы бір орындық сықырлайды. Мама жақында құлап қалады дейді. Рахымжан жымиды және өзін ертіп әкетуге рұқсат берді. Осы 2 апта ішінде ол үй шаруасына көмектесетіндей нығайды. Бұл оғаш болды. Миллиондаған келісім шарттарға қол қоюға үйренген адам қазір ауылдағы қақпақты жөндеп жүр. Бірақ бұл дұрыс болды. Ол Айданаға құтқарған үшін қалайда ақысын төлеуі керек еді. Ескі орындық ас үйде тұрды және әр қозғалғанда шынымен де сықырлады. Рахымжан оны аударды, қарады. Бір аяғы босап қалған, бекітпелері әлсіреген. Қиын ештеңе жоқ. Маған желім керек деді ол. Және тағы шегелер. Мен әкелемін. Сәния қоймаға қарай жүгірді. Рахымжан жұмысқа кірісті. Сәния дереу қасына орындыққа отырды, аяқтарын дірілдетіп бақылады. Сен әрқашан бәрін жөндеуді білдің бе? Деп сұрады ол. Жоқ деп жауап берді Рахымжан ескі шегені шығарып. Әкем үйреткен. Ерте кезде. Ал сенің әкең қайда? Өлді. Ол басын көтермеді, жұмысына шоғырланды. Ал мамаң ше? Ол да ертеде қайтыс болды. Сәния үнсіз қалды, ақпаратты қорытты. Ал сенің балаларың бар ма? Жоқ. Ал әйелің? Жоқ. Рахымжан ақыра оған қарады. Ешкім жоқ па? Мүлде ешкім жоқ па? Қыздың даусында таңданыс пен жанашырлық естілді. Рахымжан шыдай алмай жымиды. Мүлде жоқ деп растады ол. Бұл қайғылы деді Сәния байсалды. Менің анам бар, ал сенің ешкім жоқ. Бірақ енді сенде біз бармыз, солай ма? Рахымжан жауап беру үшін аузын ашты, бірақ сөз таппады. Ол қайтадан орындыққа қарады, кеудесінде оғаш жылылық сезінді.
Солай ма? Деп келісті ол жаймен. Осы 2 апта ішінде ол балалардың сұрақтарына жауап беруді үйренді. Сәния таңертеңнен кешке дейін оның соңынан қалмайды, миллион сұрақ қойды. Неге аспан көк? Неге құстар ұшады? Неге ағаш қатты? Неге су дымқыл? Бүкіл өмірін іскерлік костюмдегі ересектермен ғана сөйлескен Рахымжан басында абдырап қалды, бірақ біртіндеп үйренді. Тіпті одан бір тыныштандыратын нәрсе тапты. Балалар логикасы қарапайым және адал еді. Кешкі Айдана кешкі ас дайындады. Рахымжан жөнделген орындықты орнына қойды, отырды, шай қалды. Дыбыс жоқ. Жаңа сияқты деді Айдана, кастрюльдегі бірдеңені араластырып. Рахмет. Түк емес. Рахымжан иықтарын созды. Сіз мен үшін көп нәрсе істедіңіз. Айдана кастрюльді үстелге қойды. Бұл көтеріліп, картоп пен еттің иісі шықты. Қарапайым тағам, бірақ қамқорлықпен дайындалған. Олар үшеуі үстелге отырды. Сәния Рахымжан ағай қақпақпен орындықты қалай жөндегенін және енді ол әлемдегі ең жақсы шебер екенін айтып жатты. Айдана тыңдады, жымиды, мезгіл-мезгіл Рахымжанға қарап қойды. Ол үнсіз тамақтанды, бірақ бетінде бір тыныш, ризашылық сезімі болды. Рахымжан ағай, сіздің отбасыңыз болды ма? Деп сұрады Сәния нанды тұздыққа малып. Сәния тиіспей деп бастады Айдана, бірақ Рахымжан басын шайқады. Жоқ, Сәния менің отбасым болған жоқ. Мен әрқашан жұмыспен, бизнеспен, құрылыспен айналыстым. Уақыт болған жоқ. Ал жұмыс отбасынан маңыздырақ па? Таң қалды қыз. Рахымжан оған, содан кейін Айданаға қарады. Ол көзін табаққа түсірді. Мен солай ойладым деді ол жаймен. Енді сенімді емеспін. Менің әкем де солай ойлады деді Сәния кенеттен. Мама оның басқа әйелді таңдағанын бізде емес айтты. Солай ма, мама? Айдана бозарып кетті. Қолдары шанышқына қатты қысты, саусақ сүйектері ағарды. Сәния жеткілікті деді ол жай, бірақ қатаң. Кешкі асыңды же. Ыңғайсыз тыныштық орнады. Рахымжан Айдананың иықтарының қалай керілгенін, ішіндегіні жасыруға тырысып, қалай мұқият табаққа қарағанын көрді. Менің күйеуім 3 жыл бұрын кетіп қалды деді Айдана кенеттен, басын көтермей. Басқа елге. Ол оның жас және шаршамаған екенін айтты. Рахымжан қолындағы нанмен қатып қалды. Мен мұнда ата-анамның үйіне, қызыммен жалғыз оралдым деп жалғастырды Айдана, дауысы біркелкі болғанымен ауырсыну естілді. Оны жалғыз өсірдім, жұмыс істедім, күрестім. Қиын, бірақ басқаша мүмкін емес еді. Сіз күрестіңіз бе? Деді Рахымжан жаймен. Сіз күресіп жатырсыз. Айдана оған қарады. Көзінде жас жылтырады, бірақ ол оны төгуге жол бермеді. Иә деп басын изеді. Күресіп жатырмын. Сәния үстелде көз ілініп, басын бір жаққа иді, көздері жұмылды. Айдана тұруға тырысты, бірақ Рахымжан оны басып озды. Мен апарамын деді ол, және қызды абайлап қолына алды. Бұл оғаш болды. Өмірінде бірінші рет баланы қолында ұстау. Сәния жеңіл, жылы, сүтпен балалар сабынның иісі шықты. Ол ұйқысында оны мойнынан құшақтап, бетін иығына тықты. Рахымжан не істерін білмей, 1 секундқа қатып қалды. Содан кейін ақырын балалар бөлмесіне барды. Айдана оны көзімен шығарып салды, және оның кеудесінде бір жылылық сезімі пайда болды. 2 апта бұрын оның диванында оқ жарақатымен жатқан қымбат костюмдегі бұл адам қазір оның қызын ұйықтатып барады. Ыңғайсыз, абайлап, нәзік нәрсені сындырудан қорыққандай. Рахымжан Сәнияны төсекке жатқызды, көрпемен жапты. Қыз ұйқысында созылған қоянын құшақтап дырылдады. Ол ас үйге оралды. Айдана ыдыстарды жуып, ыдыстарды сықырлатып жатты. Рахмет деді ол жаймен. Түк емес. Рахымжан терезеге жақындады, қараңғылыққа қарады. Ауыл туралы айтыңызшы. Сіз мұнда қалай өмір сүресіз? Айдана қолын сүлгімен сүртіп қасына келді. Мұнда тыныш деп бастады ол сабырлы. Бірақ жалғыз. Адамдар кетіп жатыр, жастар қалаға кетіп жатыр. Тек қарттар мен сияқты баратын жері жоқтар қалады. Ауыл өліп барады.
10 жылдан кейін мұнда ешкім қалмауы мүмкін. Ал сіз кеткіңіз келеді ме? Айдана ойланды. Білмеймін деп шынын айтты. Бұл менің үйім, менің ата-анам мұнда тұрды. Бірақ кейде осы тыныштыққа қарап, қалада одан да көп нәрсе бар ма деп ойлайсың. Олар кіреберіске шықты. Түн тыныш, жұлдызды болды. Бір жерде алыста ит үрді. Айдана мен Рахымжан оның ата-анасы әлі есінде сақталған ескі орындыққа отырды. Олар үнсіз отырды, жұлдыздарға қарады. Рахымжан өмірдің қаншалықты оғаш құрылғанын ойлады. 2 апта бұрын ол империя құрып жатқан табысты бизнесмен еді. Қазір ауыл үйінің кіреберісінде, оны құтқарған әйелдің қасында отыр. Айдана 3 жыл ішінде алғаш рет өзін жалғыз сезінбегенін ойлады. Олар бұл туралы айтпады, жай ғана қатар отырды және жұлдыздарға қарады. Қарындаш қағазға сықырлады, есімдерді, күндерді, байланыстарды шығарды. Рахымжан ас үй үстелінде, Айдана қоймадан тапқан ескі блокнотқа сүйеніп отырды. Сол түннен бері 3 апта өтті. Жара жазылды, иығында қызғылт тыртыққа айналды. Ол ауырсынусыз, еркін қозғала алды. Ол толығымен қалпына келді және енді әрекет ету уақыты келді. Сиров деп жазды ол, есімді шеңберге алып. Полиция бастығы. Облыстық басқарма, мэрия, прокуратурамен байланыстар. Сировтың атынан басқа есімдерге бағытталған жебелер тартылды. Валентин серіктес. Панорама мейрамханасы кездесу орны. Шымтезек кен орны бәрінің себебі. Айдана плитада ботқаны араластырып тұрды, бірақ көзінің қиығымен Рахымжанды бақылады. Ол көз алдында өзгерді. Әлсіз жаралы адамнан бұрынғыдай жинақы, мақсатты, қауіпті адамға айналды. Не істегелі жатырсыз? Деп сұрады ол бұрылмай. Рахымжан басын көтерді, қарындашты қойды. Дәлелдер жинау деп жауап берді ол. Мейрамханадағы камера жазбаларын табу керек. Сиров менің тірі екенімді білмейді, демек жазбалар әлі жойылмаған. Егер мен оларды алсам кездесудің дәлелі болады. Содан кейін не? Экологтарға шығу. Менде байланыстар бар, сенетін адамдар бар. Рахымжан саусағымен блокнотты қақты. Егер олар Шымтезек кен орнын тексере бастаса, бақта шу көтереді. Сиров орманды жай ғана өртеп жібере алмайды, тым көп назар аударылады. Айдана оған бұрылды, қасықты кеудесіне қысып. Ал журналистер, прокуратура оларды да қосамын, бірақ абайлап. Сиров полиция бастығы, оның барлық жерде байланыстары бар. Іздерді жасыруға үлгермес үшін әрекет ету керек. Бастысы, сізді алмастырмайтындай етіп жасау. Менің мұнда жасырынып жатқанымды ешкім білмеуі керек. Мен қорықпаймын деді Айдана қатаң. Қажеттіні жасаңыз. Ол оған ұзақ қарады. Бұл әйел оның өмірін сақтап қалды, оны 3 апта бойы жасырды, өзі мен қызының өміріне қауіп төндірді, және қазір басын жоғары ұстап, қорықпаймын деп тұр. Сіз өте батылсыз деді Рахымжан жаймен. Немесе өте ақымақ деп жымиды Айдана плитаға қайтып оралып. Бұрышта, еденде Сәния қуыршақтармен ойнап жатты, бірақ оның үлкен құлақтары әр сөзді естіп тұрғаны анық. Ол басын көтеріп, Рахымжанға қарады. Рахымжан ағай, сіз жақында кетесіз бе? Деп сұрады ол жаймен. Рахымжан қатып қалды. Ол қызға, содан кейін Айданаға қарады. Ол оған арқасымен тұрды, бірақ иықтары керілді. Мен? Деп бастады ол, сөз таппады. Маған қалаға іспен бару керек. Ал ораласыз ба? Сәнияның дауысында үміт естілді, Рахымжанның жүрегі қысылды. Білмеймін деп шынын айтты. Сәния ернін шүйіріп, қуыршақтарға қайта оралды, бірақ ойнауды тоқтатты. Жай ғана тізесін құшақтап отырды. Рахымжан блокнотына қарады, жазылған беттерге. Жоспар дайын, тек әрекет ету қалды. Түстен кейін Сәния оған альбоммен жақындады. Рахымжан ағай, маған қасқыр салуды үйретші деп өтінді ол. Өтінемін. Мен үнемі саламын, ал ол итке ұқсайды. Рахымжан жымиды. Жақсы, көрейік. Олар үстелге отырды. Рахымжан қарындашты алды, контурды қалай салу керектігін көрсетті. Қара, қасқыр итке ұқсамайды. Оның тұмсығы ұзынырақ, құлақтары өткір, табандары күштірек.
Ол сурет салды, түсіндірді. Міне, былай, көрдің бе? Көрдім. Сәния қарындаштың қозғалысын таңдана бақылады. Енді мен. Ол өз қарындашын алды, қайталай бастады. Біркелкі емес, балалық, бірақ тырысты. Рахымжан түзеді, көрсетті. Сәния дұрыс болмағанда күлді, ал ұқсас болғанда қуана айқайлады. Айдана есік алдында тұрып, оларға қарады. Үлкен, байсалды ер адам, кішкентай, сары шашты қыздың қасында альбомға еңкейген. Оның қарындашты қалай ұстау керектігін шыдамдылықпен көрсеткеніне, Сәнияның әр сөзін қағып алып, оған төменнен жоғары қарағанына. Оның кеудесінде бір жылы, әрі қорқынышты нәрсе қозғалды. Тыныштық, жылу бұл бөгде адам емес, отбасы сияқты. Айдана бұл ойды тез қуды. Ол ертең немесе арғы күні кетеді, өз өміріне, өз бизнесіне, өз әлеміне оралады, ал ол мұнда қалады, әрқашанғыдай. Дайын. Сәния альбомды көтерді. Қара, мама, мен қасқыр салдым. Айдана жақындады, суретке қарады. Шындығында қисық, балалық, бірақ танылатын қасқыр. Әдемі деп жымиды ол. Жарайсың, күн. Бұл Рахымжан ағай үйретті, деді Сәния мақтанышпен. Кеш тез түсті. Терезе сыртында ымырт қалыңдады. Рахымжан ұзақ уақыт кіреберісте отырды, қараңғылыққа қарап, содан кейін үйге оралды. Айдана ыдыс жуып жатты. Сәния ұйықтауға дайындалды. Ертең мен қалаға барамын, деді Рахымжан жаймен. Айдананың қолдары суда қатып қалды. Ол бұрылмады. Түсінікті, деп жауап берді ол да жаймен. Сиров, менің тірі екенімді түсінбей тұрғанда әрекет етуің керек. Әр күн кешігу бәріміз үшін қауіп. Рахымжан жақындады. Мен оралуға тырысамын. Бірақ егер бірдеңе дұрыс болмаса. Ештеңе дұрыс болмайды, деді Айдана кенеттен ақыры бұрылып. Сіз ақылды адамсыз, сақсыз. Сіз жеңесіз. Олардың көзқарастары түйісті. Оның көзінде жасыруға тырысқан үрей болды. Барлық үшін рахмет, деді Рахымжан. Мен сіздің мен үшін істегеніңізді ешқашан ұмытпаймын. Мама, деп шақырды Сәния жатын бөлмеден. Кел, маған ертегі оқып берші. Айдана қолын сүлгімен сүртіп, қызына барды. Рахымжан ас үйде қалды, терезеге қарап. Түнде ол заттарын жинады. Айдана жуып жөндеген костюм, блокнот, бүкіл уақыт бойы өшірулі жатқан телефон. Ертең таңертең ол оны қосады, сенетін адамдармен байланысады, әрекет ете бастайды. Есік сықырлады, есік алдында пижамада Сәния тұрды, қоянды кеудесіне қысып. Көздері қызыл болды. Сен шынымен кетіп барасың ба? Деп сыбырлады ол. Рахымжан оның алдына тізерлеп отырды. Иә, Сәния, маған керек. Ал ораласың ба? Ол не айтарын білмеді. Орала алатынын білмеді, қалада не күтіп тұрғанын білмеді. Тырысамын, деді ол адал. Сәния оған жүгіріп келіп, мойнынан құшақтады, бетін иығына тықты. Кішкентай жылы дене дірілдеді. Кетпе, деп жылады ол. Өтінемін, бізбен қалшы. Рахымжан оны құшақтады, кеудесінде бірдеңе қысылғанын сезінді. Ол 38 жыл өмір сүрді, империя құрды, миллиондаған келісім шарттар жасады, бірақ ешқашан, бірде-бір рет одан ешкім қалуын сұраған жоқ. Мен ораламын, деп сыбырлады ол. Бұл шындық па, әлде өтірік пе, білмей. Уәде беремін, оралуға тырысамын. Күн шығысы аспанды көгілдір қызғыл түстермен бойы бастағанда, Рахымжан қолында кішкентай сөмкемен кіреберіске шықты. Айдана мен Сәния оның 2 апта бұрын жөндеген қақпасының қасында тұрды. Қыз анасының қолын қатты ұстап, бетінен жас ағып тұрды. Жылама, Рахымжан оның алдына отырып, жасын сүртті.